Жүгіру физикалық белсенділіктің қарапайым, керемет пайдалы және өте қолжетімді түрі. Жүйелі түрде жүгіруді бастау қиын болуы мүмкін. Бірақ егер сіз табысқа жетсеңіз, сіз көптеген артықшылықтарға ие боласыз. Күн сайын жүгіруді бастасаңыз, денеңізде қандай өзгерістер болады? Бұл видеоны соңына дейін қараңыз, қызық болады. Ендеше бастайық. Біріншіден, сіз бақытты боласыз. Зерттеулерге сәйкес, депрессиялық бұзылулардан зардап шегетін адамның көңіл күйін жақсарту үшін 13 минуттық жүгіру жеткілікті. Оның үстіне бұл әсерге жету үшін міндетті түрде жылдам жүгірудің қажеті жоқ. Бұл жаяу қарқынмен жүгіретіндерде де байқалады. Сонымен қатар, ұзақ жүгіру кезінде дене көтерілу сезімін немесе жүгіруші эйфориясы деп аталатын эндорфиндерді шығара бастайды. Сіз көп калорияларды жұмсайсыз. Жүгіру көп калорияны қажет етеді. Мысалы, салмағы 70 келі болатын жүгіруші қалыпты қарқынмен жүгірсе, минутына 20 калория жұмсайды. 30 минут ішінде ол 366 калорияны жұмсайды. Және бұл біркелкі жүгіру үшін дұрыс. Егер сіз желге қарсы, жоғары немесе жылдамырақ қарқынмен жүгірсеңіз, сіз көп калорияларды жұмсайсыз. Сізде күшті тізе болады. Танымал пікірге қарамастан, жүгіру тізеңізге пайдалы. Ғалымдар жүгірмейтіндерге қарағанда жүгірушілер тізедегі ауырсынудан аз зардап шегетінін анықтады. Шын мәнінде, жүгіру адамдарға сау дене салмағының индексін сақтауға және аяқтың бұлшық еттері мен сүйектерін нығайтуға көмектеседі. Аяғыңыз жерге тиген сайын бұлшық еттеріңізге, сіңірлеріңізге және байламдарыңызға жүктеме түседі. Олар соған бейімделіп күшейе түседі. Жаяу жүру, жүзу және басқа да жаттығулардың мұндай жүктемесі бұлшық еттер мен сүйектеріңізді жүгіру сияқты күшейтпейді. Сіздің жүрегіңіз сау болады. Аэробты жаттығулар жүрек тамыр жүйесін нығайтуға көмектеседі. Айтпақшы, сізге алысқа жүгірудің қажеті жоқ. Жүрек қан тамыр ауруларының даму қаупін азайту үшін 10 минуттық баяу жүгіру жеткілікті, бірақ күн сайын жүгіру керек. Сіздің миыңыз белсендірек жұмыс істейді. Кеше түскі асқа не жегеніңізді ұмытып кетсеңіз, немесе кілттеріңізді қайда қойғаныңызды есіңе түсіре алмасаңыз, дереу аяқ киіміңізді киіп жүгіріңіз. Ғалымдар жүрек соғу жиілігін арттырып, терлететін аэробты жаттығулар мидың жұмысын жақсартатынын дәлелдеді. Сіз жақсы ұйықтайсыз. Шағын экспериментте ғалымдар аптасына кемінде 5 рет 30 минут бойы қалыпты қарқынмен жүгіретіндердің жақсы ұйықтайтынын анықтады. Бұл өздігінен пайдалы. Сонымен қатар олардың психикалық жағдайының жақсарғанын байқады. Иммунитетіңіз нығайып, жиі ауырмайтын боласыз. Біз аэробты жаттығулардың артықшылықтарын тізімдедік, бірақ олардың барлығын емес. 30 минут немесе одан да көп уақыт бойы тұрақты аэробты жаттығулар әртүрлі ісік түрлерінен өлім қаупін азайтады. Сізде әдемі аяқтар болады. Дененің ең үлкен бұлшық еттері дененің төменгі бөлігінде шоғырланған және жүгіру олардың барлығына жүктеме түсіреді. Бір жаттығумен жамбасыңызды, балтырыңызды және бөкселеріңізді шынықтырып аласыз. Бірақ жүгіру тек аяқты қамтиды. Іш пен арқа бұлшық еттері денені тұрақтандыруға көмектеседі. Сондықтан, егер сіз үнемі жүгірсеңіз, бүкіл денеңізді шынықтыратын боласыз. Күнделікті қалай қауіпсіз жүгіруге болады? Жүгіру кезінде жарақат алмау үшін мына қарапайым ережелерді орындаңыз. Жүгіру аяқ киімін сатып алыңыз. Кәдімгі аяқ киім жүгіруге арналмаған және сізді жарақаттан қорғамайды. Қарқындылықты бірте-бірте арттырыңыз. Жаттығуларыңызға жүзу немесе велосипед тебу сияқты басқа әрекеттерді қосыңыз. Әртүрлі бұлшық ет топтарына бағытталған жаттығуларды орындаңыз. Жаттығу алдында қыздырынды және жаттығудан кейін созылуды ұмытпаңыз. Техникалық қателеріңізді көрсетіп, оларды түзетуге көмектесетін жаттықтырушыны табыңыз. Жүгіруді енді бастаған адамдарда жиі бір сұрақ туындайды. Қайсысы жақсы, сыртта жүгіру ме, әлде жаттығу залында ма? Бұл мәселені толығырақ қарастырайық. Жүгірушілердің көпшілігі ірі қалаларда тұрады. Барлық ірі қалаларда ауа райы жақсы болар еді, бірақ олай емес. Көбінесе ауа райы жағдайлары жаттығу жоспарларына сәйкес келмейді. Бұл жерде тұрақты жабық эко-жүйесі бар, жабық спорт залдары көмекке келеді. Жүгіру үшін ең жақсы жер қай жерде? Психологиялық тұрғыдан сыртта жүгіру жақсырақ. Осылайша сіз қозғалысты сезінесіз. Дегенмен көптеген басқа факторлар бар.
Егер сіз автокөліктерден немесе зауыттардан ауа ластанған аймақта тұрсаңыз, көшеде жүгіру сіздің денеңізде зиянды металдардың жиналуын тудырады. Бұл сіздің денсаулығыңызға теріс әсер етеді. Бұл жағдайда фильтрленген ауасы бар спорт залында жүгіру жолында жүгірген дұрыс. Егер сіз саябаққа жақын жерде тұрсаңыз, денеңізді оттегімен қанықтыру үшін сыртқа жүгірген дұрыс. Сыртта жүгіру кезінде жаттығу көлемін аяқтау психологиялық тұрғыдан оңай және жылдамдық режимдерін өзгерту оңайырақ. Өмірлік жағдайларыңыз рұқсат етілсе, ашық ауада жүгірген жөн. Айтпақшы, достар, егер жүгіретін болсаңыз, комментарийде маған хабарлаңыз. Сізге қай жерде ұнайды? Ашық ауада ма, әлде жүгіру жолында ма? Комментарийде бөлісіңіз, оқу қызықты болады.